Сәлеметсіздер ме балалар, каналыма қош келдіңіздер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз бұл 9 сынып 8 бөлім координация және реттелу. Тақырып нейрондардың түрлері мен қызметі, синапс пен медиаторлар туралы ақпарат алатын боламыз. Жалпы бұл тақырып бойынша сіздер 7 сыныптан таныссыздар негізінде, бірақ бүгін ары қарай сәл күрделі қосымша ақпарат алатын боламыз. Ең бірінші біз нейрон дегенімізге тоқтала кетейік. Нейрон дегеніміз жүйке ұлпасының негізгі жасушалары және де бұдан басқа қосалқы жасушалары болады. Оларды біз нейроглия немесе глия дейміз. Глиялардың саны өте көп болады және олар нейрондарды қоршап, қоректік және қорғаныштық қызмет атқарады. Енді нейронның жүйке импульстарын берудің екі қызметі бар. Солардың бірі қабілетті қызметі, ол өткізгіштік, және де екінші қызметі ол қозғыштық. Енді мына суретке қарайық. Бірінші мәтінмен таныспас бұрын сіздердің алдарыңызда сурет берілген. Бұл суретте яғни нейронның өзі және ондағы аталған басқа да құрылымдық белгілер. Яғни нейрон неден тұрады? Сіздер оны 7 сыныптан таныстар, ол аксоннан тұрады, көріп тұрсыздар мына жердегі суретте, дендриттен тұрады, нейронның денесіне тұрады, миелин жасушаларынан тұрады, хабарлаушы бөліктен тұрады, ранве бунағынан тұрады, және нейрон денесі мен дендрит, яғни олар қабылдаушы бөлік табылады, және хабарлаушы бөліктен тұрады. Міне осындағы берілген суретті дәптеріңізге салып алыңыздар, сол кезде естеріңізге жақсы сақталады. Енді ары қарай нейрон денесіне тоқталайық. Суреттен көріп алдыңыздар, қай жерде орналасқанын. Ол ядросы, цитоплазмасы және органоидтары бар орталық бөлік болып табылады. Ол трофикалық қызмет атқарады және ақпаратты қабылдайды. Екінші суретке қараңыздар, ол жерде дендрит берілген, шетіндегілер, яғни бұл негізгі қабылдаушы алаң. Бұларды біз қысқа өсінділер дейміз, және миелин жоқ. Көбінесе тестқа келгенде ұзын өсіндіні, қысқа өсіндіні көрсетіңіз деген белгіленеді сіздерде. Сол кезде дендрит дегенде қысқа өсіндісіне белгілейсіздер. Келесі суретке қарасаңыздар, мына жерде аксонды көріп тұрсыздар, яғни ол ұзын өсінді, яғни оларда миелин болады және ол май тәрізді қабықша. Аксон арқылы сигнал басқа жасушаларға беріледі. Келесі дендриттер мен нейронды денесі жұлынның сұр затын құраса, ал аксондар ақ затты құрайды. Бұл да тестта үнемі кездесетін сұрақтардың бірі. Жасушалардың өзгеріс әсеріне жауап беру қабілетін біз қозғыштық деп атаймыз. Қозған ұлпалар ол ұлпа импульс түзінділері, ал бұлшықет ол жиырылу, безді эпителий, секреция және басқа да бір заттың бөлінуі. Мысалы ретінде сілекей бөлінуді айтамыз, жазып қойыңыздар бұнда. Ал нейронның ұшы ол аксон мен басқа да жасушалармен ретсіз байланыспайды. Арнайы құрылымдар синапстар арқылы ғана байланысады. Синапс дегеніміз не? Ол грек тілінен енген сөз, яғни қосылыс байланыс деген мағынаны білдіреді. Яғни қозған жасушалардың арасында жүйке импульсін беру қызметін атқаратын түзіліс. Енді біз келесі слайдта осы синапстың түрлерімен тоқталатын боламыз. Мені қарасаңыздар, мына жерде суреттерге бірінші мән берейік. Нейрон синапсы, нейрон безі синапс деген екі сурет берілген. Жалпы байланыс жүзеге асатын жасуша түрлеріне бойынша синапстардың 3 түрі болады. Ол бізде біріншісі нейрон синапсы, екіншісі нейрон бұлшықет синапсы, үшіншісі нейрон безі синапс. Яғни егер синапс бір нейронның басқа нейронмен түйісу орнында түзілсе, біз бұны нейрон синапс дейміз. Ал егер нейрон бұлшықет жасушасымен байланса, оны біз нейрон бұлшықет синапс деп атаймыз. Ал егер нейрон безді эпителий жасушасымен байланса, бұны біз нейрон безді синапстар деп атаймыз. Және осы үшеуін кейде біз жасуша түрлеріне байланысты нейронаралық, яғни бұлшықет, және үшіншісін секреторлық дейміз, яғни без деген ол секреция қызметін атқарады, сондықтан секреторлық деп те атайды. Яғни осындай 3 түрі бар. Мына жердегі екінші суретке де қарасаңыздар, мына көрсетілген нейрон безі синапсы. Және де
одан басқа синапстар арқылы белгілерді беру медиаторлар арқылы жүзеге асады. Медиатор деген ол латын тілінен енген сөз, яғни делдал, бірінші қана байланыстырушы деген мағынаны білдіреміз. Яғни бұл арнайы заттардың синапс арқылы жасушаларға әсер етіп, оның мембранасының зарядын және жалпы жасуша күйін өзгертеді. Мысал ретінде алсақ, бұлшықет жиырылу механизмі медиаторлардың әсер ету нәтижесінде біз оны 10 классқа келгенде қарастыратын боламыз. Қызметтік маңызы бойынша синапстар қоздырушы болуы мүмкін және олар тежеуші болуы мүмкін. Оның үстінде медиатор типі қоздырушы және тежеуші синапстардың қарама-қарсы қызметін қамтамасыз ететін негізгі айырмашылық болып табылады. Нейрондардың көбісі олар мыңдаған синапстар түзеді. Бір аксон синапс арқылы ондаған басқа нейрондармен байланыс алады. Аксон қабықшасы құрылысының ерекшелігіне байланысты нейрон типтерін жіктеу туралы біз алдыңғы тақырыптарда танысатын боламыз. Осы рефлекс доғасындағы орнына байланысты нейрондардың 3 түрі болады. Олар сезгіш нейрондар, қозғалтқыш нейрондар және аралық нейрондар. Енді жалпы осы ары қарай жалпы нейрондар, синапстар туралы, нейромедиаторлар туралы ақпараттар білгіңіз келсе, комментарийға жазыңыздар. Мен келесі сабақтарда түсіндіретін боламын. Егер қажет болса сіздерге. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.